بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Баршаңызға белгілі болғандай, қазақ сөздігіне парсы және араб тілінен біршама сөздердің енгендігі мәлім. Сол сөздердің бірі наурыз сөзі. Наурыз парсы тілінде екі сөзден құралады. Бірі науа, жаңа болатын болса, екіншісі роуз, күн деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқы ерте уақыттан бастап қыс мезгілінен аман есен шыққандығы үшін наурыз көже жасап, малдары төлдеп ағарған ішкен уақытында өз ара сүттерден, айрандардан таратып, ақ мол болсын деп бір-бірін құттықтайтын. Наурыз көже жасап, өз ара жетім жесірлерге, кедейлерге тарататын. Болса да бұл іс ислам дінінде жат іс емес. Бұған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде афшус салам, василул архам, ва ат'имут таам, ва саллу ван насу ниям, тадхулул джанната бисалам. Сәлемді жайыңдар, туысты қарым-қатынасты нығайтыңдар, жетім жесірге, кедейлерге тамақ таратыңдар. Адамдар ұйқылы уақытта түнде тұрып намаз оқыңдар, жәннатқа сәлем беріп кіресіңдер дейді. Наурыз мейрамы мемлекеттік мейрам. Осы мемлекеттік мейрамымызда қазақ еліне наурыздың 21 және 22, 23 күндері демалыс деп жарияланады. Қоғамда таралып жүрген наурыз мейрамы шаманизмнен, яғни отқа табынушы кісілерден қалған мейрам деп айтып жүрген қау өсиет сөз бар. Бірақ біздер тарихқа үңілетін болсақ, ешқандай қазақ атамыз от жағып, оның үстінен секіріп, оның үстіне май құйып жүргенін байқаған емеспіз. Дініміздегі нақты қағидалардың бірі әл-ада мухаккама, әдет ғұрып төреші атты қағида бар. Яғни қандай да бір өлкеде атадан балаға дейін қалып келе жатқан әдет ғұрып, саналы кісілер осы әдет ғұрыпты дұрыс деп есептеген болса, сол әдет ғұрып төреші болып есептеледі. Имам Әл-Хатиб Әл-Бағдади өзінің тарих атты кітабында бір күні Нұғман ибн Марзуба радиаллаху анху Абу Ханифаның атасы, мұсылмандардың патшасы Али радиаллаху анхуға наурыз көже пісіріп алып келеді. Сонда Али радиаллаху анху бұл не ей Нұғман деп айтады. Сонда Нұғман ибн Марзуба, я мұсылмандардың әмірі, бұл наурыз көже еді дейді. Сонда Али радиаллаху анху біздерге күнделікті осындай наурыз көже пісіріп алып келсең деген тарихта үзінділер бар. Ескерту, наурыз мейрамы бұл бір діни мейрам емес, бәлкім бұл мемлекеттік мейрам. Егер де сізді қандай да бір кісі наурыз мейрамымен құттықтайтын болса, ол кісіге мемлекеттік мейрам ретінде жауап берсеңіз, дінімізде ешқандай астамшылығы жоқ. Баршаңызға Алла разы болсын. Алла білуші рөстем. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.